Дорогие дамы и господа, добро пожаловать в ресторан Royal Rose.
сөзі бренд. 15-де отау естесе қазақтың данасы Абай Құнанбаев 16 жасында атанған десек. Расында бәріміздің әкеміз Құнанбайдай бола бермейтіні белгілі. Бірақ та біз секілді орта шаруаның ұлы 20-22 жасында отау құрса, онда 60 атамыздан бергі тойланып келе жатқан сан ғасырдың сарқыты саналатын сүндет тойға қош келдіңіздер! Что-то Чимкент шабалақтарыңыздың настроение что-то кәдімгі. Елден кредитті отқан жоқ сармаларым. Давайте, құрметті достар, бірден тойға кіріп кетейікші. Достар, жаңа Қазақстанның жас ұландары, келешектің батырлары, болашақтың намыстары болған 6 батырдың сүндет тойы құтты болсын! Құрметті достар, бірден осылай жоғарғы нотада бүгінгі кешті бастайық. Шәкәрім айтқандай, бұл әнім басқа әннен өзгерек. Расында бұл той басқа тойдан көш ілгері тұрағай. Себебі ойдан ойдың несі артық, оқайласар ой артық, тойдан тойдың несі артық, қаумаласқан ел артық дейді. Қарап отырсам бүгінде ақ тілегін арқалап келген ардақты ағайының өзі керемет бір зиялы қауым өкілдері. Сонау бата бергенде білегіңді талдырып жіберетін елдің абыз ақсақалдары отыр. Ақ жаулығын кірлетпеген абзал аналарымыз отыр. Арқардың құлжасындай болған ағаларымыз жүр. Аттың үстінде жүрген азаматтарды көріп отырмын. Сөздері кезек-кезек болған кемеңгер көкелер отыр. Ұлағатты ұстаздар отыр. Парасатты педагогтар жүр. Бір ауыз сөзбен айтқанда, елдің игі жақсыларын жиып, адалынан алтын дастархан жайып, қазақи қасиетпен қалыптасқан Дәулетовтер әулетінің қуанышы баршаңызға жұмысы болсын ағайын. Енді ағайын, қазақта бір керемет әдемі сөз бар. Жақсы әкенің атағы ұл қызына 70 жыл асық деген. Бұл тойдың шынайы иесі осы Шым өлкесін, сонау 21 ханның жатқан жері Түркістан қаласының өсіп-өнуіне, өркендеуіне өзіндік сүбелі үлесін қосқан біздің Рома көкеміздің қасиетті қара шаңырағындағы ағайын қуаныш. Натаным арайлап атқан шығар, жақсы үміт біз секілді жастан шығар. Бір емес, 6 немере сатқан мінген кезде Рома көкемді ағайын бір аунап жатқан шығар. Ол кісі болғанда бәрі де өзгереді, бәрін көз көреді, ұлды қыздың өскенін біледі, ортамызда лапылдап жүреді. Амал қанша, бірақ бүгінде осы біздің Рома көкеміздің шаңырағының шаттығын биік етіп, түтінін түзу шығарған, қазірде осы қоғам қызметінде, оның ішінде жеке кәсіпкерлік саласына сүбелі үлес қосқан, бүгінде осы біздің шындап келгенде елімізге адал қызмет жасап, терең із қалдырған, адал еңбекпен тынымсыз қызметтің арқасында Нұрболдай ұл мен Нұржандай ұлға тағылымды тәрбие берген, Жансаядай қызға берекелді білім берген біздің Фатима анамыздың құт қанасында қуаныш баршаңызға жұғысты болсын ағайын. Бүгін расында енді ардақты ағайын, ай жарық әлемге шам жарығы түбіне дейді ғой. Бүгін расында біздің Фатима анамыз ай секілді төрткүл дүниеге сәулесін тең шашқан бейбі Фатима деп айтсам ағайын артық айтпағаным. Себебі осы әулетті елдің қызметінде жүріп ардақты ағайын. Бүгінде осы асықпай иіріп, садақтай иіп жүрген асыл анамыздың қуанышы құтты болсын деп бір мырзалық көрсетіп қойсақ ағайын жарасады. Жеге шақырып алайық ағайын. Мына кісілермен араласасыз өзі? Мына кісілермен араласасыз ба деймін да? Әрине. Кім араласатын адамға ұқсап отқан жоқ қой жандарым. Давайте, Чимкент! Еще! Міне ағайын, қабағы ашық әйелдің асы дәмді дейді. Өзі инабатты, өзі ибалы, өзі сүйкімді, бала туалатын, туса бағалатын, жан-жағынан нұрын шашалатын, Рома көкемнен қалған 3 перзентті азамат қылып, одан
10-ға жуық немеренің алақанына май жалап атқан, 10 немеренің алатаудай асқары болып атқан анамыздың қуанышы тағы да құтты болсын ағайын. Ей жандарым сол, осы кісіден туғандар келсеңдер қастарына жаным. Міне, Нұрболы мен Нұржаным, екі келінім, Жансаям ардақты ағайын. Бәрі бүгін осы біздің қасымызда. Сонда құрметті ағайын, қазақта айтады, қасиетті қара шаңырақтың табалдырығы береке төрі шежіре дейді. Мен айтамын ғой, әрбір той бұл бір шаңырақтың тарихы. Бүгінгі осылай тарихи күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақта айтады, жеті ұлың жерге қарағанша, екі ұлың елге қарасын дейді. Елге қарайтын, тәрбие берген Рома көкеме алғыс айтамыз. Жансаяға қылықты қылып, дәмді қылып, парасаттылық пен даналықты, инабаттылықты үйреткен Фатима анамызға алғыс айтамыз. Бүгінде осы екі келінге ізін бастырып қолындағы оқтауын алған қос келінге де бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар жарасады. Сонда бүгінгі қуаныштарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін енді расында Шымкентте бұрын соңды болмаған той басталғалы тұр ардақты ағайын. Сонда бүгін енді сол бір сәтті бір жақсылап есте қалдыртайық. Сондықтан сіздер біздің қасымызда бір әдемі болып тұрсаңыздар. Сонда құрметті достар, той иелеріне тағы да бір мырзалық болсын. Алында барсаңыз ардақты ағайын, бүгін расында өзі бүкіл Қазақстанда ең мықты тойхана қай жерде десе, бұл әрине Шымкентте дейміз. Ең мықты көрермен қай жерде? Бұл әрине Шымкентте, достар. Сондықтан біздің әрбір тойымыз бұл қазақтың салты, құрметті достар. Сондықтан енді осы елдің ұландары, осы елдің салтына дариядай бүгін бір сынып кетіп, бір еркін жүзі бардақты ағайын, бір жақсылап тамашалаңыздар. Сондықтан сахна төрінде 17 театрымыз ардақты ағайын. Театр 17 қабыл алыңыздар сіздер үшін. Ұлы даланың ұлтарақтай жерін жау аяғына таптатпай, бабасынан баласына аманат ету жолындағы Керей мен Жәнібектен басталған хандар мен батыр бабаларымыздың ерен ерлігі санадан еш өшпек емес. Алтамада болса, ауыздағы кетерінің, төртеу түгел болса, төбеден келетілген бабаларымыз Абылай ханды хан сайлап, 300-дің басын басты. Бірлік бар жерде елдің қуатты боладының, қуатты елдің болашағы шуақты боладының сонда сезінген еді. Қазақ халқы әрбір қиындықтан қайсарлығын көрсетіп, батырлық ұғымы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатты. Бейбіт заманда да дүние есігін ашқан әр перзенттің ерлігі еліміздің келешегіне кепіл болатыны айдан анық.
бәріміздің әжеміз бәрімізге бүйдеді. Жақсылардың зейінін ақылыңа құй. Бәріміздің әжеміз бәрімізге бүйдеді. Ілім қуу қарағым, құдық қазу инемен. Бәріміздің әжеміз бәрімізге бүйдеді. Адамшылық қарағым, адамзатқа сый. Құрық деп берсем құл болмаңдар, шыбық деп берсем шіл болмаңдар. Бәрінен де шырақтарым, баяны жоқ ұл болмаңдар. Өздеріңнің ғана емес, өзгелердің де баянды өмір сүруіне сеп болар, жол басшы болыңдар, балаларым. Алла, көрдім бе, көрмедім бе? Я Тәңірім, бердің бе, бермедің бе? Шырылдаған үніңнен айналайын, шыныменен өмірге келгенің бе? Жан үрбейімменен ер тұлғам дүние есігін ашты. Қызым болсаң, қырында құралайсың, ұлым болсаң, ұлы бір мұрадайсың. Естесін бе, есі жоқ ей дүние, неге менен сүйінші сұрамайсың? Омарым мен, Керей ханым келді өмірге. Қызым болса, қырмызы қызғалдағым, ұлың болса, түнекті бұзған жалын. Бақытыңды осы бір ей дүние, қимаған, қырын қарап қызғанбағын. Атыстар, Мұхаммедім келді өмірге. Я Алла, көрдің бе, көрмедің бе? Я Тәңірім, бердің бе, бермедің бе? Шырылдаған үніңнен айналайын, шыныменен өмірге келгеніңде. Муслимім келді өмірге. Ағайынның басын қосып, сүннетке отырғызады. Алыс жақындағы ағайынға ат шаптырып хабар береді. Бүгін міне, бір емес, 6 бірдей батырымыздың сүннет тойы. Ендеше не дұрыс, алыс жақындағы ағайынға хабар берейін. Барымен базарында той тойлана. Уа әлі айғай заман, ойғай заман, жерошақ тайғазанда ет асылып, болскай самауырында шаңғайна! Сендер де өсіп, ер азамат болдыңдар. Менің сендерге айтарым, мық шеге болыңдар. Шеге тағат ұстайды, тағат тұяқ ұстайды, тұяқ ат ұстайды, ат ер-тұрман ұстайды, ер-тұрман ерді ұстайды, ер елді ұстайды. Өр рухтарың болмаса, ұлтың да,
жұртыңда сау болмайды. Елдің үміт артар азаматы болыңдар. Амин. Қабыл болсын. Құрметті достар, қарсы алыңыздар сахна төріндегі Азизхан Шекербеков. Қаратай қаласына ассалаумағалейкум баршаңызға. Неде ақыл айтайын ұлым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Адамдықтың қуатта жалауын, сол үшінді берген ғұмыр саған. Сен сүргіп кеткенде кеп тұрған, шырқыр болып шырылдап шықты жан. Достанай бәрінен сыйласа бірақ жолын маған жаным маған астатырмағарға шарқырап жүр көңілімді алдырма көрседегі төбедегі хақым жоқ ел тұрғанда артында мен тұрғанда алдында. Давайте, Чемкент, поддержим! Жақсылықты бағайық, көңіліңді табайық. Алты батырдың үлкені үшеу шықты ғой. Қарып отқан жағайын бір шапалақ қағайық, енді болмасын. Міне ардақты ағайын, қазақтың алып батырлары, қыраны, жеті қазынадағы құйма тазысы, бөрісі, жауды қайтарған найзасы, алдында тұрған қоржыны, бұның бәрі ағайын балдардың несібесі. Қазақта айтады, баланың алақаны теңгелі болсын десең, қоржынына көрімдігін сал дейді. Қоржынға көрімдік салған ағайынға осындай алаштың тойы жұғысты болсын ардақты ағайын. Әрине ағайын, қазақтың салтында жиен атқа мінгенде табанын 7 қадам жерге тигізбей көтеретін бұл нағашы. Сондықтан енді осы үш жиенді
бірден көтеріп алатын нар тұлғалы нағашылардың атынан мен енді қазір сахнаның төріне Берік нағашысын, Әрсен нағашысын, Жандостай нағашыларын тойдың төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Мен бәрі театрдың әртістері мәтсен, нағашыларды қазақша киініп кетті ғой. Не деген керемет айнаны. Құрметті нағашылар, жиен сіздердіңкі, сондықтан қарның ашса нағашыңа бар деген бірден иыққа салып көтеріңдер алтындарым сол. Құрметті той иелері, келіңіздер бір естелікке суретке түсейік. Бұндай сәт күнде келе бермейді. Алтындарым сол. Міне, атасына еркелеп шақта жүрер. Болды үш немереңді атқамнер немерелер азамат болып жігіт болсын, әрқайсы ертең бір таққамнердегі ағайын. Сондықтан таққа мінген болашақ біздің ұландарымыз елдің қамын жейтін, елдің ардақты ағайын оғландары болсын деген келіп отыр. Сонда бүгінгі қуаныш құтты болсын, ел ырысты, осындай той баршамызға жосы болсын ағайын. Әрсен түсірме көтеріп ал, айналай, нағашыларын алып бар. Нағашылар, жиенді бос орынға отырмайды, үйленгенше көтеріп жүресіңдер жандарым сол. Өздерің столдарың аппаңдар, айнанайын, көтеріп аңдар, тастарың алып жүріңдер жандарым сол. Енді ардақты ағайын, жалпы қазақта айтады, сүндет той, ағайын бұл нағашының тойы деген сөз бар. Сонда біздің осы Жаннұр би, Омар, Ертұлға, Муслим, Мұхаммед, Керейханның нағашыларына бір мысалық көрсетіп қоя. Рахмет нағашылар. Сондықтан жиеннің күлгісі нағашының жүрегіне ем дейді. Жиендеріңіз жарасымды болсын. Енді ардақты ағайын, қарап отырсам енді біраз жерге барып қапсыздар. Бірақ енді мен салттан айнымайын, өзі бата бермей басымы жүрмеген қазақпыз ғой. Сондықтан мен енді қазір сахнаның төріне бүгінгі осындай алаштың тойының тек пернесін ашып беретін, елдің абыздарын, талай жастың жолын бір ауыз батамен ашқан қадірлі қариясы мен ақ жаулықты анасын шақырғым келіп отыр ағайын. Сондықтан сахнаның төріне әулетіміздің үлкені Дәнебек Ақсақалдың құрметіне бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар жарасады ардақты ағайын. Енді Раматулла көкемнің туған бауыры Рахматулла көкемді тойдың төріне шақырам. Және де елдің ағасы, осы өрсібейгі өкімет пен қарапайым халықтың ортасында жақсылықта жүрген Бауыржан Ахметов ағамызды, және де Рома көкеміздің анасы Баян әжемізді, Насым әжемізді, Аманкүл апамызды, Анар апамызды, Ақжол құданы, Рәп құдағиды сахнаның төріне шақырам. Ол кісілер келем дегенше осы елге той жұғысты болсын деп, Бибі Фатима анамның атынан ардақты ағайын сіздерге әдемі тарту болсын. Қабыл алыңыздар. Мархабат. Қол соқпайыңыздар, құрметті ағайындар. Мен де бір сөйлеп қойып барған ақшаға кетіп қоймайды.
Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағалар, ақ жаулығын кірлетпеген әжелер. Бүгінгі қуаныш құтты болсын. Енді көп сөз көмір, аз сөз алтын дейді. Бауыржан аға, арамыздан келісіп бір 3 кісі төрелік көрсетейік. Сондықтан енді рұқсат етсеңіздер, осы әжемнен бастасам қалай болады, ардақты ағайын? Баян апамнан, дұрыс па? Баян апа, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Рома көкемнің анасына бір мырзалық көрсетіп қойыңыздар, ардақты ағайын. Дұрыс апа, сол сіздің көрегендік сөзіңізді мен де күтіп тұр едім апа, жаным сол. Аман болыңыз, ақ жаулығыңызды кірлетпеңіз. Ал көкелер. Рахмет, сабаз болыңыз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, бәріңізге ел сәлем бердім. Тойларыңыз құтты болсын. Ал мынау Баян әпше, мынау шөбере тойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, Құдай осыған жеткізгеніне мыңда бір алғыс. Шөбере шөпшектің тойын көріңіз. Арамызда өсті ойнап күліп жүре беріңіз. Мынау айтатыным Рома бауырымыздың жатқан жері жайлы болсын, бір аунақ түскен шығар, жаңа Асаба жолдасын айтып жатыр ғой, міне. Осындай той беріп жатқан, алтын немересіне той беріп жатқанына Фатима мына тойын құтты болсын. Романы жоқтатпай, орнын білдірмей, міне балаларды өсіріп, өндіріп, міне үйлендіріп, енді мына той жасап беріп жатсың. Рахмет саған, көп жасайын. Бақытты бол, 4 қолың тең болсын, жан түспей жаманшылық көрме. Жаратқан ием, мынау тілдің тілсінен сақта, көздің көзінен сақта дейді ғой. Бақытты болсын осылар, қазақтың 6 батыры болсын. Артынан ілесе берсін айналайын. Excuse me, please. I say in English. Dear Fatima and Qudari Bayan, I congratulate you with your 6 grandsons and grandboys. I wish them only happy. Be happy, please, and I wish them only long, long life. Oh my God, give them only long, long life and be happy. Rich family, please. Thank you very much. Вау, супер, құрметті достар. Апам мінердегілердің көбісі тек қана I love you'ды біледі ғой, одан кейін тоқтап қалады еді. Міне апам ардақты ағайын, бүкіл тілекті өзге тілде айтса да жүрегі қазақтың деп соғып, кейпінде тұрған, кимешегін киіп тұрған анамызға бір мырзалық көрсетіп қойыңыздар, ардақты ағайын. Рахмет, анажан. Thank you very much. Thank you very much. Мынау бүкіл жиылып отқан қауым, жақсыларым, тілектес болып отқандарыңыз, мынау тойдың куәгері, сіздер болмасаңыздар той қайда. Міне, осы алтынақтарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір Алланың нұр жаусын айтатыным. Сіздермен қызық той, өткізу сіздермен қызық. Той мынау баяғы заманда ақ түйенің жарына жарылған той деген той осы ғой. Егер далада болса, ана бір жақта түйе сойып, бір жақта бие сойып, 10 үй тігіліп, ат шаптырып, алтымаған ойнаған той, осы той деп есептеңіздер. Керемет, жақсы сезімде отырыңыз. Мынау жарына адал болған, енесімен сырлас болған, баласының жақсысын асырып, жаманын жасырып, осы әулетте ең бір керемет келін болған. Енді абысындарымен тату болған. Абысындармен. Мынау қайындарымен қайын сіңлеріне жол көрсететін кемеңгер болған.
Ұлдарына аяулы ана болған, немерелеріне асыл әже болған, бауырларына бауырмашыл бауыр болған, маған іздейтін, қадірімді білетін, артынан ерген ұрпағым болған. Жаным, Паташым, тойым құтты болсын. Мына жарым жолда қалып, ұрама қандай жігіт еді? Дәулеттіктер отбасы өте қарапайым, қазанында бір асымет болса бәрі шүйткелесіп жеген. Бұлардың тәрбиесін мен айта алмаймын. Мына Баян апа бір жиналыстан қалмай келіп отыратын. Ол деген балдардың жауапкершілігіне қарайды деген сөз. Бұларда бір қасиет бар, қаннан келеді. Өте ұйымшыл. Соны Рахматулла көрсетіп кетті. Бір жілік ет аса, анасының үйіне бір жілік етті асырып алатын. Ондай балдар кемде кем gəlді. Артын ойлайтын балдар. Мына осы қасиетті, мына ұлдарының бойына сіңген. Әлі әкелері болмаса да қара шаңырақты әрдайым іздеп тұр. Соларға қамқор болып тұратын. Нұржан мен Нұрбол деген менің, он жиен демей менің немерелерім пәшті. Жандарым, мынау сендердің ұйымшылықтарыңды, мына тойдан көп адам үлгі алуға болады. Қандай адам екі бала бір той жасап, сен мен деп бөліспей, бір жерге шақырып, тойдың қадірін кетірмей, биыл бір бала істесе, келеші екінші бала істеп, жұртты қайта-қайта шақырмай, мынау бір үлгі алатын той екен. Міне, бұл ауызбіршілікке жетеді, сенің менің барған жерім бар, сенің барған жерің бар деп. Дүние талас жоқ. Паташым, Алла маған берді ғой, мен неге шашпашқа деп, шашу той беріп отыр. Кім не келеді деп, ешқандай ойына кіріп шығып тұрған жоқ. Бұның мақсаты, Алла берді маған, мен соны шашайын, елдің батасын алайын деп. Бұл мақтаныш той емес. Біреулер мақтаныш той істейді. Жоқ, бұл дастарханда елдің бәрін жейтіні бар, Құдайға шүкір. Бұл елдің батасын алайшы. Осы бір өзімнің балымды бір көрсетейші деген той. Менің бар тілегім, өз әдемі қартай. Қартаюда ол заңдылық, әдемі асыл әже бұл. Мынау жаңағы 6 немереңнің ұсақ, орамал тағып, асыл әже болып жүрміз. Назым апа үлкен рахмет. Кәдімгідей әдемі әңгімені айттыңыз. Ал енді ардақты ағайын, Бауыржан аға өзіңіз енді тәмәндеп беріңіз. Осы Бауыржан ағамыз апамен сонда өзім қорытындылайым деп отыр. Сондан ардақты ағайын, Бауыржан Ахметов деген азамат бұл кісінің қазаққа жасаған бірақ жақсылығын айта аламын ардақты ағайын. Осы біздің Нұрсат деген микрорайонның атын қойып, ең бірінші қазығын қағып, үлкен 2000 Шымкенттің екісінің бірін қалаған азаматқа бір қол ұрып, қошеметтеп қойсаңыздар ағайын жарасында. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Құрметті қауым, тойға жиналған көпшілік, мына бір математик, бір ағылшын мұғалімі тілек айтты. Көптеген мұғалімдер отыр осында, Фатима. Тілек айтайық деп, сол тілекті тыңдайық. Тойым құтты болсын, жақсы отырайық, ойнап күлейік, бүгінгі той қызық болсын. Қызықтап қайтайық ағайындар. Той ашық. Құрметті қонақтар, мынау үлкен той болып жатыр. Осы той жақсылықтың бәрін тілегімізді айтып отырмыз. Мынау Баян апамыз, апайларымыз қасында отырған апаларымыз. Мынау өсіріп отырған алтын немерелеріміз үлкен азамат болып өссін, тек жақсылықтар болсын. Мына Фатима Құдағиға рахмет сіздерге. Барлық тілек жақсы тілек, не айтамыз? Жақсылық болсын, өсіп өнсін сол балдарында. Көпшілік қауымына алтын уақыттарын бөліп кеткендеріңе рахмет. Әрқайсың осындай той жұғысты болсын. Фатима шырағым, саған ырзамын, балаңның шаңырағын шайқамай, осы балалар осындай дәрежеге жеткендеріңе рахмет.
Allah razı olsun sağan ırzamın. Toyun toy kılasın. Үлкен рахмет. Адам жарылқаса ас береді, Алла жарылқаса жас береді дейді. Алланың берген жасында осылай тік тұрып, сұлу қартайларыңызды мен де жаратқаннан тіледім. Аман болыңыздар, жақсылықтан табылайық. Фатима, ана апамның жанына келсеңіз, бір естелікке суретке түсіп қалайық. Құрмет фотограф, сен менің есімдесің, алтыным, мархабат. Мен келем тау ішінде аймақты күңіренді біліңдеді. Аман болыңыздар. Кеген шабан шабыт берсін. Шабандарыңыз 80 жасап, тақияларыңыз 90 жасап, өздеріңіз 100 жасқа жетіңіздер. Математика апа, ағылшын апалардың құрметіне бір шабада құрып көріңіздер. Атқозат менің тұлпарым, жалғаған көмір сұмқарым, көкірек керіп шықтым менің намадым жасқа жұпарым. Қадірлі қонақ келсе қазан тез қайнайды дейді. Бар деген сөзім балдай тәттім дейді. Осы шаңғырақ сыйлап келген барша қадірлі қонақтардың құрметіне үлкен ас мәсір келеді ағайын, бас келеді. Басқа баталайық, асқа деген құрметті жасайық. Мархабат достар. Сәмді болсын, алдағастан әлі фаталыңыздар, ажар ашып отырыңыздар. Құрметті достар, енді бірден ескертіп өтейін, бүгінгі тойда өзі айландырған ағайын бір екі-ақ досымыз бар. Бүгін енді жақсылап өнер көріңіздер, бүгін жақсылап бір мотивация алыңыздар, ертеңгі күндерге энергия алыңыздар. Бүгін сондай бір керемет тамаша той болғалы тұр ардақты ағайын. Сондықтан енді құрметті достар, қаншама әулет, қаншама ағайындар осында отыр. Сондықтан бүгінгі осы тойдың иелері Дәулетовтер әулетінің құрметіне бір мырзалық көрсетіп қойыңыздаршы достар. Дәулетовтер, давайте, Дәулетовтер бір орнымыздан тұрайықшы. Дәулетовтің деген бәрі орнынан тұрсыншы. Наймандар! Ей жандарым сол, тойларыңыз құтты болсын. Сіздердің тұрғандарыңыз, сөйлегендеріңіз болып тұр кәдімгі үлкен алғыс айтамын. Және де осында Фатима апамның төркіні Бейсебаевтардың әулетіне бір қол ұрып қошеметтеп қойыңыздар. О, еще бар ма Бейсебаевтар? Ей, міне, Зәуре апам тұрғаннан кейін болды, бұл әулеттің салмақ деген ағайын біліп тұрсыздар. Сондықтан ардақты ағайын, бұл екі әулетте осы Түркістан өңірін емес, біздің Түркістан облысына белгілі әулеттердің бірі. Сондықтан ардақты ағайын, осы екі әулеттің құрметіне мен енді қазір сахнаның төріне қазақтың нағыз талант иесін шақырғым келіп тұр ардақты ағайын. Көпке созбайын, қазаққа әннен мүсін құйған қызды шақырам ағайын. Сондықтан сахнаның төріне Фатима әпкеміздің ең жақсы көретін сіңілісі, қазақтың нарқызы, Наркенже Серікбаева достар. Барымыздар. Бармысыздар ақ жүректі ағайын. Кімге? Әсемемді сіздер үшін санайын. Көңілі бар мақтадан айта берсем тоқтағайын. Жақсылар
артыңыздан айналып қана кетейін. Фатима әпкеміз қайда? Қаласалдар. Фатима әпкенің баяғыда осылай жарқырап кететінін мен білгенмін десем. Өйткені маған осындай еңбектің бәрін үйреткен осы Фатима әпшеміз. Сіз негізі әуретенсіз ғой, мен құсаған. Сіздің өсетіңізді мен білгенмін десең. Маған айтатын, баяғыда Наргенже сен әлі өсесің дейтін. Бірақ бүгін сол Фатима әпкеміздің қуанышына ортақтасып тұрған мен қандай бақыттымын. Алла разы болсын, осы ұл-қыздарыңыздың тек жақсы күнін көріңіз. Не қыласыз, алтауын бірдей кестіріп ақша жинап алайын дедіңіз ба? Манат, немерелерімді елге көрсетейін дедім. Осындай менде ұл бар, осындай менде немерелер бар. Мені осылай сөйлейтін еді, баяғыда мен танитын Фатима әпкем. Осылай сұлу болып жүре беріңіз. Біз сіздің арқаңызда қуанып жүре берейік. Нағыз Наргенженің тыңдармандарын жинаған екенсіз. Қараңызшы мына шапалақ маған. Мына шапалақ маған. Мына шапалақ Фатима әпшеге. Алла разы болсын. Алла бүгін сіздің қуанышыңызда осындай ортақтасуды нәсіп еткен екен. Қырғыздың керемет әніне жазылған жолыққан қандай жақсы деген керемет әнді бүгін сіздермен жолығып тұрғанымыз үшін орындап берейінші деп тұрмыз.
жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Ал енді аға маған мынандай отырыс ұнамайды. Шапалақ ұрмай қарап отыра береді. Маған Наркенже деп хабарлағаннан соңына дейін шапалақ ұра беру керек. Бұл той ғой. Кеттік. Қырғыздың керемет, қырғыз бен қазақтың керемет әні Арман-ай деген әнді осындағы барынша мен қадейдің, мені жақсы көретін жандардың өздеріне. Құрметті достар, арасында Наркенженің әні бір тербетті-ау деп тұрмыздар, құрметті достар. Қалай өз? Наркенженің құрметіне. Арасында сонау 2004 жыл, 2005 жылы осы Наркенже бар, мен бар, осы тойды ұйымдастырып атқан Айгүл бар,
дәстүр практикасының орталығы. Осылардың барлығымыз, құрметті достар, сенесіздер ма? Сол Асқарованың бойындағы Аружан деген тойханадан нәр алғанбыз, достар. Сондықтан сол Аружанның иесі Бауыржан аға мен Зәуре мамамның құрметіне бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар болады. Қазіргі шығатын әртістердің бәрі сол Аружаннан нәр алғанбыз. Сол Аружанда барлығымызды бір үйдің баласындай қылып ұстаған бұл әрине Фатима ханым. Сізге де бір қошемет жасаңыздар. Онда біз енді Фатима әпше біраз жылға артқа шегінейікші деп жатырық. Себебі біздің Рома ағамыз бен Фатима анамыз қалай танысты, бір-бірімен ағайын қалай отау құрды, шаңырақты қалай көтерді, сол бір көрініске ардақты ағайын бір артқа шегінгім кеп тұр. Сондықтан сіздер жақсылап алдағы астан алыңыздар. Мен енді сахнаның төріне театр 17-ні шақырам, достар. Қабыл алыңыздар сіздер үшін. Жастың самыра олақтар мен жидектер деретінбіз. Ал кейде футбол ойнайтынбыз. Ал қыста бассейнге түсіп. Қыста бассейнге. Сол бақытты күндердің бірінде әке мені өзіне шақырды. Нұржан, әй балам, кел шынында дәрген. Ау әке. Кел, кел жаныма. Абайла қалқалма кел. Балам, кім баласың айтшыға? Қойшы әке. Ялбарыңыз. Кел енді, кел. Кәмді қалқа айтшы, кімдің баласың қан, айтшы кән, дауысын шығарып тұрбай. Рахматуллан баласы. Ялбарыңыз. Кел енді, Ей, балам, қазір қай мезгіл? Қазір қыс. Қазір күз. Ой, жарайсың, ақылыңнан айналайын. Бала, мен саған бір сыр айтайын ба? Қандай? Мен сенің анаңмен бар ғой, осы күз мезгілде танысқам. Қалай таныстыңыздар? Ой, анаң екеуміз бір мектепте оқығанбыз ғой. Бір мектеп? Сыныптас болғанбыз. Ой, сол кезден бері жақсы араласатын дос едік. Жылда мақта терімге баратынбыз. Мақта терімге? Иә, ол бұлай болған. Ой, қызық болат болған. Kuşadama sevabı bilir kuvana Kırmadan gel kakaday gülünde zamana Kızıyını getirde kızıyını Kulağına köşede kutibini Kulağına bayılsan kırmadan gel Kırları kendindeki basini Анаммен қалай үйлендіңіздер? Ол екеуміз де мектеп бітіріп, арман қуып үлкен қалаға оқуға түстік.
үлкен қала, кілең жастардың ортасы, сөйтіп жүріп бір-бірімізді жоғалтып болмайық деп, ертерек үйленуге қамдандық. Әйтпесе, анаңа көз салып жүрген жігіттердің қатары көбеймесе азаяр емес. Ой, менің де жолымда неше түрлі қыз қырғын жолымды, бірақ біреуіне де бұрылып қараған жоқпын. Өйткені әу баста өмірлік адамым сенің анаң деп еді. Ол былай болған. Астыма гүлге тартылген матушка, жауабым мөлдір ашылген матушка. Ерек болып гүлдерде шекте түрде, асыра бойынан түрде матушка. Зұлқияй, ұлқияй, тартирай, сабирай, көзирай, нәзирай, нағимай, бәтті. Әшекей қыз айшадай, бәлемей қыз балшадай, қолысыған парусын, тыңдаушы даусың, қайда кеткен айсай. Люблю тебя, Фатима. Қарамай қалайын жорки көзің, никогда не забуду айтқан сөзің. Довольный сорттар болып жатыр, еуі соқтайдан будың сенің өзің. Зұлқияй, ұлқияй, қатирай, сағирай, күлсирай, нәзирай, нағимай, бәттимай. Әшекей қыз айшадай, бәлемей қыз балшадай, қолысыған парисай, тыңдаушы дауыс сөйлемай, қайда келдің Алисай. Я люблю тебя, тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады екен сені кім. Шар басында шаңырағым сен тұрсаң, басқалардың барлығынан жердім. Ауырлықтың көтердің ал бүгін сенен келіп қуат алдым жеңілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шығыласың, қара бұлт боп көрінсем. Әлі екеуміз аттанамыз сан жылға, күрсінбеші, қуаныш көп алдыңда, күрсінбеші, жүрегімді тыңдашы. Талай кереметтер бар мұнда. Асыл жар, аяулы жар Құдай қосқан, өзіңсіз аспанды тұман босқан. Егерде сен болмасаң көкте күн мен, төбемде күлімсіреп тұрамас па? Фатима, екеуміздің отандасқанымызға 30 жылдан асып қалыпты. Осы уақыт аралығында 3 перзент нәсіп етті, және өзіңдей жанға жолықтырды. Сендей жанға жолықтырған, сендей жанның жарығып еткен, жаратқанға сансыз шүкір. Мен сендермен бақыттымын. Ертедегі кеште, тұласын сен есте, мен үшімде өште, асылым. Ертедегі кеште, тұласын сен есте, мен үшімде өште, Әке, мен сенің бөлшегіңмін. Сен даңғыл жолда, аяқ, ең соң аяғың түрсігіңмін. Әке, сен мұхит,
дауылды күні көкке көтерілген бір үзік тамшысымын. Әке, сен менің жұмағымсың, ал мен сенің тәп-тәтті сағынышым. Әке, сен алып бәйтерек, мен оның соңғы ұтағымын. Әке, сен менің аспаным, ал мен сол аспанның жарық жұлдызымын. Әке, сен ұлы өлең, мен ең соңғы шумағыммын.